ертеде бір жалқау бала бапты. Сол анасы мен әкесі көмектесуге ауға жіберді атасы мен әжесіне. Ол бірақ ұйқыны қатты жақсы көреді. Ол маған ұқсайды. Әй, балам, тұрсаңшы тартыс болды ой. Әже қойың, ұқтаймын. Тұра ой, бұда қайым алтын ұқты. Әже тамақ. Қазір. Құлыншағымның қанынан қой. Мен жей ғой. Мияу. Маған да тәттүрт берші. Кетәрі, қанмеші қораға барып тұшқаннан болып же. Мияу. Мен өзі. Шашадым. Бала әлі тұрмаған ба? Балам тұтсаңшы. Беті қолыңды жу. Тамақты тұрып ішеді. Баланы жайна қалды, шашады ғой. Шашап десе бізге көмектеспей ма? Екеуміз қаншама тірлік жасаймыз. Балам тұрып, беті қойын жуып, бәрлік жұмысты аяққа тастайды. Тұра ғой мұты. Төсектеріңді жинай ғой. Өзіңе жинаусаң, сонда қиын болма. Даладан отын жинап кіргіз, үй суып кетіпті ғой. Осы ата өзіңіз кіргісе салшы. Мен сонда қиын болма. Қой кетейік, жалқау бала қалсын. Мен де шаршадым. 6 қырдан асып, Алатауға жетейік. Кетсем кеттіңдер, алын ұқтаймын. Ата, әже, мынауға шынымен кетіп қойған ба? Қой, мен үйге отын жауап көрсетейін. Ай, қолым. Қат. Масқара. Құрыды. Бір шикіліктің маған сезген едім. Егеріміз қайда жайылымға барғым келеді. Жайылымға барып қанына таяқсан келеді. Тоқтаны, мұна тауық байбалын салып, бәрімізді состы ғой. Одан аман жайды баладан сұрайды. Ұсақ тұр. Туы шолап екі бермеңдер ғой. Өздерін тамақ тауып жіберсеңдер болмай ма? Мияу. Қолым. Бізді зайынға барып, қарғанымыз ашты. Су ішеріміз. Сендерді жайынға барып, көп еңбектері керек. Ал мен олай істемаймын. Олай болса біз кетеміз.
көп еңбектену керек. Тұрсай. Мұслық бән шағышы мен кешіңін сұрай. Ата әже. Күн шығып құтаққаның су. Бәр мен кешім деші, енеме жалқау болмай, көп емектеніп.